Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен бауырдан жасалған котлеттің рецептін ұсынамын. Өте қолжетімді. Енді әрбір үйде соғым соятын бауырлар болса, сонымен котлеттің жолын көрсетемін. 30 минутта тез дайындалатын котлет жылқының бауырынан жасалған. Жұмыртқасы өте керемет болып пісетін бауыр котлетім. Бірінші бауырды осындай турап алдым, 500 грамм жерде. Осыны мұны 2 пияз орташа блендерден өткізем. Менде блендерден кішкентай, үлкені болса жылдамырақ болады. Қазір аздап салып, блендерден өткізіп аламын. Тартылған ет сияқты болады. Осындай тураған. Осыны блендерден өткізіп алам. Енді пияз салам. Чеснок қоссаңыздар да болады. Қоспасаңыздар да болады. Енді пиязымызды осылай салып аламыз. Блендер осындай жерін басып, осылайынан блендерден езіп аламыз. Осындай болып шықты. Енді осыған дәміне қарай тұз, 1 чайный ложка тұз қостым. Өйткені менде балалар да жейді ғой. Сондықтан тұзы ашты болмау үшін аздау салдым. Негізі 1,5 қасық қосу керек. Кішкене аштау болады. Бұрышта дәміне қарай жақсылап араластырамыз. 100 грамм сүт құямыз қазір үстіне. Осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сүт. Одан кейін 2-3 столовый ложка ас қасықпен 3 қасық, 3,5 қасықтай өздерінің көз жобаларыңызға байланысты қосасыздар. Жұмыртқасы да өте дәмді болып шықты. Керемет, ортасы бәрі пісіп шығады. Осылайынан 1 қасықты қосып алам да, бірінші араластырып алып, 2-ші қасықты қосып араластырып алып, 3-ші қасықты тез дайындалады. Ет тартқыштан өткізіп, етіп атқанша осылай блендерден тез өткізіп алған ыңғайлы. Осылай қостық. 2,5 қасық қостым. Енді табамызға сұйық майымызды құямыз. Осылай аздап, көп керек емес. Содан қуырамыз жақсылап. Майым уже қайнап бастап жатыр. Бауыр деген өте тез пісетін зат қой. Осылайынан 1,5 қасық ас қасықпен 1,5 қасық қосамыз осылайынан. Содан кейін жақсылап қуырып аламыз. Айып етпеңіздер, кішкене плитама жаным май шашап қалды енді. Осылайынан саламыз. Осылайынан бос орынға қайтадан 2-3 қасық бауырды құямыз. Өте жылдам піседі. Қасына гарнирге картошка пісіріп жатырмын сүтпен, сумен. Менде картошканың гарнирі YouTube каналымда бар. Тұздығынан мен пиязбен тұздық істедім. Оған негізі сәбіз, томат қосса өте дәмді болады. Өте керемет болып піседі.
өте оңай, қолжетімді, көп зат керек емес. Каналыма видеоның соңына шейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алда әлі ютубта түсірем рецептер. Ұнайды деп ойлаймын. Мына пиязға кішкене су қостым, піссін деп, міне өте керемет болып шықты. Қызым пияз жемейді, балаларым пияз жемейді, сондықтан да осылай нәрсені. Екі қызым бар. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.